Сәлеметсіздер ме? Біздің кулинарлық каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай нәзік, жұмсақ, әрі оп-оңай дайындалатын кекстердің рецептерімен бөлісетін боламыз. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Ең бірінші бізге керек заттар: сұйық май, сүт, қант, жұмыртқа және сода мен ұн. Ең бірінші бізге керекті тұзымызға жұмыртқамызды жарып салып аламыз және оның үстіне қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Енді оған сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это Және де сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және оны да жақсылап араластырамыз. Енді оған содамызды саламыз. Және ұнымызды електен өткізіп салған жөн. я тебя целую в губы, и ты в ответ. Подходи ко мне и только закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине, за стеной битый бас гремит. Мы снова не спим, пока весь город спит. И я знаю одно, наше время летит. Ты просто обещай. Міне, біздің массамыз осындай болып шығуы керек. Не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать. Енді оның салмасына жаңғағымызды қосамыз. Ол өз қалауларыңызша. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Енді оны силиконды ыдыстарымызға саламыз. Потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами. Енді оны 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Міне, біздің кекстер өте әдемі және де оп-оңай жасалып пісіп шықты. Егер де видео ұнаса, лайк басып, біздің арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізден жаңа рецептер күтіңіздер. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.